Баршаңызға қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін мен сіздерге осындай тоңазытқышта ашитын нанның рецептісін ұсынамын. Бұл қамырды қанша уақыт сақтай аламыз, қандай тағамдарға қолдана аламыз, барлығын видеода айтып өтетін боламын. Сондықтан видеоны өткізбей, соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырды илейтін сұйық ингредиентімізді дайындаймыз. Бұл жерде менде су мен сүт араласқан бірдей мөлшерде құйылған, температурасы жылы немесе бөлме температурасындай болуы қажет. Ыдысымызға құйып, үстіне ашытқымызды салып, сонан соң 2 қасық қантымызды және дәміне қарай тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап тағы да араластырып болғаннан кейін, дайындап алған ұнымызды електен өткізе отырып, міндетті түрде аз-аздан салып отырып илейміз және венчикпен араластырамыз басында. Осындай қоймалжың масса болғанға дейін венчикпен араластырып аламыз. Сонан соң венчигімізді алып тастап, қалғанын қамырға ұқсас болғанға дейін қолмен араластырамыз. Көп ұн салып жүрмеу өте маңызды. Біздің қамырымыз осындай видеода көрсетілген консистенциядағыдай сұп-сұйық болып шығуы тиіс, қолға жабысып тұрады. Мінекей осындай консистенцияға жеткеннен кейін ешқандай артық ұн қосуға болмайды. Бұл қамырды жалпы 3 тәулікке дейін тоңазытқышта сақтауға болады. Ешқандай да ашымақ дәмі шығып кетпейді. Өте дәмді болып сол қалпында тұра береді. Одан артық бірнеше айларға дейін мұздатқышта сақтауға да болады. Қамырымыз қолға өте жабысқыш болғандықтан қолымызды міндетті түрде майлап немесе сулап алып пакетімізге саламыз. Аузын жай ғана бос етіп жауып, тоңазытқышымызға салып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз 3 сағаттан соң осындай күйге енді. Бұл жұмыс жасауға дайын. Жалпы бұндай тоңазытқышта ашитын қамыр тез уақытта ашымайды. Ашуына далада тұрған, яғни жылы жерде тұрған қамырдан көрі көбірек уақыт кетеді. Бұл асығып тұрған уақытта қолданылатын нан емес. Керісінше уақытыңыз бар кезде осылай илеп қойсаңыз, қонақ келіп қалған уақытта тоңазытқышыңызда тұра береді. Балғын күйінде бауырсақ немесе әртүрлі пісірмелер пісіріп беріп қолдана салуға өте ыңғайлы. Мінекей дәл осы қамырмен қазір бауырсақ қуырып көрейік. Қалай шығатынын сіздерге көрсететін боламын. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарғаннан кейін сәл 15-20 минут немесе жарты сағат өзіңіздің уақытыңыз қаншалықты болғанына қарай бөлмеде температурада ұстаймыз. Сонан соң барып, бір илеп алғаннан соң өзіңіздің керек тағамыңызды әзірлей берсеңіз болады. Міне бауырсақтар осындай іші толықтай піскен, үлпілдек жұмсақ болып шықты. Жалпы тоңазытқышта суық жерде ашқан қамырда ферментация құбылысы басқаша жүреді және дәмі айтарлықтай өзгеше. Өздеріңіз жасап байқап көріп пікірлерде бөліссеңіздер болады нәтижесімен. Ал мынау біздің шамамен жарты тәулік тұрған қамырымыз осындай болып көтерілді. Не айтқанымдай көп уақытта осындай болып көтеріледі және 3 күнге дейін жақсы сақталады. Осы қамырмен енді нан пісіріп көргім келіп тұр. Сіздерге көрсете кетейін қалай шығатынын. Жалпы бұл қамырмен әртүрлі пирожки, бәліштерді, пирогтарды, нан, бауырсақ, әртүрлі қуырылған пісірмелерді пеште де барлығын пісіре беруге болады. Қамырымыз сондай әмбебап қамыр болып табылады. Мінекей біздің нанымыз осындай жұмсақ болып шықты. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып жүруді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік.